Сіз Қазақстанда да Бермуд үшбұрышы секілді жұмбақ орын бар екенін білесіз бе? Ол Балқаш көлінің шығыс жағындағы бір тар аймақ. Жазық, тыныш, тіпті ғажап табиғаттың өзі. Бірақ сол маңда жыл сайын кем дегенде бір қайық немесе балықшы жоғалады. Жергілікті тұрғындар бұл жерді жұтатын аймақ деп атайды. Себебі бірнеше куәгерлер көлдің бетінде айналма толқын мен бір нүктеге тартып жатқан құйын тәрізді қозғалысты көргенін айтқан. Бір ескі аңызда бұл аймақта ежелде жер сілкінісінен пайда болған су асты үңгірі бар делінеді. Ол үңгір көл түбінде орналасқан және кей кезде ауа қысымының әсерінен бетке жақындап, айналасын өзіне тартып отырады. Алайда бұл теория еш дәлелденбеген. Тағы бір нұсқада бұл жердің астында кеңес заманында құпия зертхана болған дейді. Онда геомагнитті қарулар мен су асты дыбысын бұрмалайтын құрылғылар жасалған. Ол жабылғанымен әсері сақталып қалуы мүмкін. Мұның бәрі жай аңыз ба, әлде рас па? Осы жұмбақтың шешімін өзіңіз тапқымыз келсе, картадан Балқаштың шығысына қараңыз. Мүмкін шындық судың астында жатқан болар.